Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осылай керемет болып шығатын андижанский хачапуриді үйрететін боламын. Балапандарыңызға күнделікті жасап беретін таптырмас тағамның бір түрі. Менің арнама тіркелмесеңіз, тіркеліп қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, қантымызды, тұзымызды, ашытқымызды салып араластырамыз. Содан соң өсімдік майын құйып жақсылап араластырамыз. Ашытқымыз ерігенше осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды аз-аздан салып, қасықтың көмегімен қамырымыз қою болғанша осылай араластырамыз. Егер де бір тесттен көп ұн салып илесеңіздер, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Хачапуридің тестасы да жақсы шықпайды. Осылай қамырымыз қою болғанша араластырамыз. Енді қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұмсақ болу керек. Сол кезде хачапуридің тестасы жұп-жұмсақ, әдемі болып ісіп, көтеріліп шығады. Осылай қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Содан соң қамырымызға азырақ өсімдік майын құйып илейміз. Ию қанғасын азырақ ұн сеуіп, осылай қамырды біріктіріп, бетін жауып ашуға қойып қоямыз. Қамырымыз ашайым дегенше қызып тұрған майымызға сарымсағымызды салып, осылай қуырып аламыз. Сарымсақты қуыру кезінде қазанның қақпағын жауып отырсаңыздар, сарымсақ тез жұмсаратын болады. Мінеки сарымсағымыз жұмсарды. Енді фаршымызды салып, жақсылап араластырамыз. Фаршымыздың түйіршіктері ажырағанша осылай араластырып отырамыз. Мінеки фаршымыздың түйіршіктері ажырады. Енді бетін жауып 5 минуттай бұқтырып қоямыз. Осылай тағы түйіршіктер болса ажыратып қоямыз. Содан соң тұзымызды, бұршымызды салып, және араластыратын боламыз. Осылай фаршымыз әдемі күйге енді қызанағымызды саламыз. Араластырамыз, содан соң укропымызды салып, және араластыратын боламыз. Сосын қазанымыздың бетін жауып, 5 минуттай бұқтырып қоямыз. Мінеки фаршымыз осылай болды. Арасында осылай араластырып, тағы бұқтырып қоямыз. Мінеки фаршымыз дайын болды. Енді салқындатуға қойып қоямыз. Енді сырымызды осылай фаршымыз салқындағанша үккіштен өткізіп аламыз. Сырымыз міндетті түрде қатты сыр болу керек. Сол кезде үккіштен жақсы өтетін болады. Мінеки сырымыздың бәрін үккіштен өткізіп алдық. Енді үлкендей ыдысқа салып, 6 бөлікке бөліп аламыз. 6 бөлікке бөлмесеңіздер де болады. Мен өзім бәріне теңдей бөлінсін деп, осылай 6 бөлікке бөліп аламын. Сырымызды бөліп алдық. Енді қамырымызды ашығанды осылай қолымыздың көмегімен біріктіріп аламыз. Содан соң қамырымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды бөліктерге бөлгесін осылай думалақ етіп қойып шығамыз. Қамырымызды мен секілді 6 бөлікке таразының көмегімен бөлсеңіздер де болады, немесе көз мөлшерімен бөлсеңіздер де болады. Менде таразымен шамамен әрбір бөлік 250-260 граммдай болады. Қамырдың астына міндетті түрде сүлгіні қойыңыздар, сол кезде қамырларыңыз жабысып қалмайтын болады. Осылай қамырдың бәрін 6 бөлікке бөліп алдық. Енді қамырдың бетін сүлгімен жауып қоямыз. Содан соң ұнды сеуіп, қамырымызды dumалақ етіп жайып аламыз. Қамырымыз аса жұқа болмау керек. Орташа жұқалықта жайып аламыз, осылай dumалақ етіп. Мінеки қамырымызды dumалақ етіп жайып алдық. Енді пергамент қағазы төселген
листімізге салатын боламыз. Сосын жандарын осылай түзелеп жібереміз. Содан соң сырымызды осылай жанына қойып шығамыз. Содан соң қамырымызды осылай қайтарып шығамыз. Осылай әдемі етіп қайтарып, хачапуридің формасын жасап аламыз. Осылай қамырларымыздың ортасын бір-бірімен біріктіріп қоямыз. Содан соң қамырымыздың басын, соңын осылай біріктіріп алғасын, қамырымыздың жандарын жақсылап қолымыздың көмегімен басып шығамыз. Мінекей осылай әдемі етіп жасап алдық. Содан соң азырақ сырымызды себеміз. Содан соң жаңағы дайындап алған начинкамызды осылай бір ас қасықтан салып шығамыз. Қаласаңыздар, 2 ас қасықтан салсаңыздар да болады. Дайындап алдық. Енді екіншісін жайып аламыз. Тура солай домалақ етіп қамырымызды орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырымызды домалақ етіп жайғанымыз дұрыс. Сол кезде хачапуриіміздің формасын келтіру оңай болады. Мінекей қамырымызды жайып болдық. Енді листімізге салып, тура жаңағыдай осылай сырымызды салып аламыз. Содан соң қамырымыздың жанын осылай қайтарып шығамыз. Хачапуридің формасын келтіреміз. Содан соң үсті мен астын қамырдың біріктіретін боламыз. Содан соң қамырдың жандарын қолымыздың көмегімен тура солай басып шығамыз. Бәрін басып болдық. Енді азырақ сырымызды саламыз. Тура солай дайындап алған фаршымызды 2 ас қасық салып аламыз. Сосын осылай әдемілеп жайып шығамыз. Мінекей дайындап алдық. Тура солай 6 хачапуриді дайындап аламыз. Дайындап алған хачапуриларымызды жұмыртқаның сарысымен осылай жан-жан жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар, хачапуриларыңыз әдемі болып, жып-жылтыр болып шығады. Тура солай 6 қамырымызға да осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бәріне жұмыртқаның сарысын жағып шығу керек. Сол кезде хачапурилардың беті жып-жылтыр әп-әдемі болып шығады. Жұмыртқаның сарысына азырақ кефир араластырып жіберсеңіздер, қамырдың беті ерекше жылтырайтын болады. Қараңыздар, хачапурилар піспей жатып, адамның тәбетін ашады. Енді осылай үккіштен өткізілген сырымызды бетіне сеуіп шығамыз. Тура солай алтауына да осылай үккіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығамыз. Содан соң қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Шамамен бір 20-30 минуттай піседі. Бәрі өзіңіздің пешіңізге байланысты. Мінекей хачапуриларымыз дайын болды. Осылай керемет жұп-жұмсақ, адамның тәбетін ашатындай. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.